Ал балалар, бүгінгі әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы күн райын хабарлаймыз. Бөлімі табиғат құбылыстары. Оқу мақсаты өз ойын, сезімін, көзқарасын, өмірде болған өзге шығармадағы ұқсас оқиғалармен салыстыра отырып білдіру. Сабақтың мақсаты кейіпкердің іс-әрекетін бағалайсың, шығармашылық жұмысты түрлі нұсқада орындайсыңдар балалар. Бүгінгі жаңа сабағымызды оқулықтағы бірінші тапсырмамен бастайықшы. Бірінші тапсырмада орынды айлары бойынша еліміздің картасын пайдаланып, жерімізді батыс, шығыс, солтүстік, оңтүстік аймақтардың бірін таңдап, тележүргізуші яғни диктор болып, күн райын ертеңгі күнге хабарлама жасаймыз. Мен бір мысал келтірейін. Мысалы, оңтүстік өңірде алайық. Қайырлы күн, құрметті оңтүстік өңірдің тұрғындары. Ертеңгі күннің ауа райымен таныс болыңыздар. Ертең күн шығып, ауа райы жылынады, ал кешкісін самал жел соғып, аспанда бұлт пайда болады. Ал енді балалар, кім мысал келтіріп береді? Бір оқушы шықсыншы. Назарбек, кел ағам. Сәлеметсіздер ме, құрметті тұрғындар? Сіздерді ертеңгі Алматы облысының ауа райымен таныстырайын. Ертең Алматы облысы жылы болады. 5 градус жылы, ал түнде нөсер жауын жауады. Жолға шыққанда қол шатыр алуды ұмытпаңыздар. Өйдайсың, Назарбек. Ал енді Назарбек, саған тележүргізуші диктор болған ұнады ма? Ұнады. Неліктен? Себебі адамдарға ауа райын айтасың. Қауіп-қатер болса айтады, жолға шыққанда абай болыңыздар деп ескертеміз. Өте жақсы, тамаша, жарайсың. Ал балалар, бүгінгі тақырыбымызда Қаныбек Абдуловтың Құралай мәтіні берілген екен. Осы мәтінді түсініп оқимыз. Мен оқып бастаймын, қалғанымыз тізбектеп оқып жалғастырамыз. Құралай. Жұмабек тұра сала атасына барып, түз тағысы туралы сұрай бастады. Ата, қорғансыз бөкен кімді пана тұтады? Балам, аңды есі қорғайды, немесе киесі қорғайды деген бар. Сен табиғатты сүйген сайын онымен тілдесе алатын жағдайға жетесің. Сондықтан мынау дархан даланың тілін ұқ, сырын сезуге тырыс. Күн батқан соң сені аспан әлемімен таныстырайын. Кім жалғастырады балалар? Айсәлем. Алтын арайлы күн ұясына қызара қонып төмендеп барады. Үп еткен жерде жоқ, төтеннен тына қалды. Міне осы мезгілде атасы немересін қасына алды. Жұмабекжан, Құдай қаласа ертең ауа райы жылы болады. Күн қызарып басса, осы болжамға сүйене бер. Шырағым, міне көк жүзінде жұлдыздар оянды. Қандай керемет десеңші, көне заманнан бері бабалар осы жұлдызға арқа сүйеп жүрер жолын жобалап тапқан. Анау темір қазық, ол солтүстік жақта тұрады. Адасқан адам осыған қарап бақытын табады. Аспаннан мыңдаған жұлдыз жарқырайды. Мысалы жеті қарақшы. Көпшілік соған сеніп адасып жатады. Өйткені темір қазық секілді тұрақты өмір жоқ. Алмасып тұрады. Таң алдында шолпан шығады. Ол да уақыттың шамасын білдіреді. Енді жата ғой, ертең маған сенің көмегің керек деп атасы көрпесін қымтап көзі ілінгенше немересінің қасында отырды. Жарайсың. Клара, жалғастыршы. Күн ұясынан көтерілмей жатып, көгендегі мал жақта сауда бүлдір басталып кетті. Әжем қой сауып жүр ме екен? Әлде адам сүт тартып жатыр ма? Бұл не шу? Жұмабек басын жастықтан көтеріп айналаға қарады. Көзінен ілінген қораның бұрышында тұрған түрік тұрпатты өзгеше қоңғақ тұмсық сұры аң болды. Ол орнынан атып тұрып, мәссаған, мынауың Құралай ғой, қайдан қалай келген? Ата-ау, қайдасыз? Құралайды сіз бе келген? Жұмабекжан, құтты қонақ келсе қой егіз табады деген сенің құрметіне Құралайдың өзі келді. Анасының көз жасып қалса керек. Бейкүнә жануар ғой, сен бақыт қал, ертең қатарға қосасың. Аңның да адамға аңсары ауады. Неткен көзім мөлдір сүйкімді момақан. Шырағым, қай нәрседе шақалақ жағында періште болады. Сен де маған сондайсың. Бейкүнә бала әрқашан тәтті ғой. Осы қалпыңнан аумасаң, менің атыма жаман сөз айтылмайды. Жақсылық үшін ұмтылған ұл ертең де
елдің үмітін ақтайды. Сондықтан жақсы оқып тәртібіне өзің сын көзбен қарап дағдыла. Жарайсың. Назарбек, жалғастыршы. Айтқаныңызды орындаймын ата. Даланың ағы қолға үйренбейді деген бос сөздерге құралай қараша үйге ілесе шығып соңынан бір елі қалмайды. Киімінен иіскелер сөз сұрайды. Сөйткенмен де ең дүниеге жаратқан түс табысы ауық адырға қарай алаңдап анасын іздегендей аласұрып қоятын сияқты. Bir күні жанарынан бір тамшы жас домалап түсті. Денесі суық құйып жіберген етті. Мұны байқаған атам енді бұны еркіндікке босатқан жөн. Әркім өз ортасын, өз өлкесін аңсайды. Бұлар енді арқаға ауады. Алғы жаста келесі жылы жазғы демалысқа келсек осы атыраптан кездестіріп қалатын деді. Басынан ноқтасын сыпырған бойда құралай безектеп әлі бері шапқыда алысқа бет алды. Күндай жүйткіген жануар биік шағалдың төбесіне бізге бір қарап ық бетке түсті де ылдилап кете барды. Өте жақсы, жарайсың. Ал енді атасының дархан даланың тілін сырын сезуге тырыс деген сөзін қалай түсініңдер бала? Қанеке, кім айтады? Қанеке, Нұрхан айта қойшы. Қоршаған ортаны аялап табиғатты сүйе білсең, оның сырын ұға аласың. Жарайсың, тамаша. Ал енді балар, атасы күн райын қалай болжайды? Кім айтады балар? Толғанай. Халық болжамына сүйеніп күннің қызарып батқанына қарап болжаған. Тамаша. Балалар, сендер халықтық болжамға сенесіңдер ме? Иә! Балалар, күннің кейде ата әжелері осындай болжам жасайды. Айгерім. Менің әжем қарға қарқылдаса қар жауады деп болжаған. Өте жақсы, тамаша. Тағы Аягөз. Менің атам қарлығаш биікке ұшса күн жылы болады, егер төменге ұшса жаңбыр жауады деп болжайды. Өте жақсы, тамаша, жарайсың. Жарайсыңдар балалар. Ал енді балалар, Жұмабектің атасы қандай адам? Ұлдана? Жұмабектің атасы ақылды. Ақылды адам. Тағы Ғабиден. Мен көп кітап оқыған. Көреген, көп кітап оқыған. Тамаша. Тағы Кәусар. Мейірімді. Мейірімді адам екен. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Сөздікпен жұмыс. Көген қой сауған кезде қозы-лақты мойнынан тізбектеп байлап қоятын ұзын арқан. Періште бұл жерде бейкүнә, күнәсіз, кіршіксіз, таза деген мағынада берілген екен. Ал енді балалар, осы сөздерді дәптерлеріңізге жазып алайықшы. Балалар, енді дәлелді айдары бойынша атасының немересіне айтқан ақылдарынан мәтіннің негізгі ойы болатындай дәлел сөзі тауып оқыңдаршы Қанеке. Жәнерке. Сен табиғатты сүйген сайын мұнымен тілдесе алатын жағдайға жетесің. Сондықтан мынау дархан даланың тілін ұғысып сезуге тырыс. Бұл мәтіндегі негізгі ой. Жарайсың, тамаша, отыра ғой. Ал балалар, тақтаған назар аударайықшы. Білгенге маржан. Метео жер сері күн райын бақылау үшін ғарышқа ұшырылған жасанды жер серік. Жер серіктен алынған мәлімет компьютерға әртүрлі картина түрінде келіп түседі. Метеорологтер соған байланысты болжап ақпарат таратады екен. Ал енді балалар, сабағымызды қорытындылай келе, ертеде ата-бабаларымыз күн райын қалай болжаған екен? Назарбек. Ертеде ата-бабаларымыз күн райын аспан әлеміне қарап болжаған, жан-жануарлардың іс-әрекетіне қарап. Ол өйткені ол кезде қазіргідей технология дамымаған. Жарайсың, тамаша.